Ассалаумағалейкум, құрметті киношоу сүйер Бүгінгі видеода назарларыңызға 2016 жылы жарық көрген «Пять дней» атты фильмнің қысқаша баяндамасын ұсынамыз. Таңертең басты кейіпкер жігітіміз Джек өзінің шашыраңқы үйінен от тұтатқышын іздеуде. Кейін сыртқа шыққан жігіт өзінің досына қарай бет алады, алайда ол есікті қанша тоқылдатса да ашпайды. Джек сыртта жүріп, басқа күндерден ерекше еш нәрсе байқамады, тек адамдардың жоқтығы болмаса. Біраз жер жүрген соң, шынымен де адамдардың жоқ болуы Джекті қорқыта бастады. Тек адамдар ғана емес, жалпы жануар, құстар да жоқ. Сайбаққа келіп ағаш жанындағы орындыққа отырғанда Джектің мұрнына сасық иіс келеді. Қараса, бір әйелдің өлігі жатыр. Ол полицияға хабарласқысы келді, бірақ байланыс ұстамай-ақ қойды. Кейін әкесіне хабарласты, олар да тұтқанын көтермейді. Әлденеден күдіктенгенде үйге жетіп келген еді. Әкесі мен анасының өлім мәйіттерін тауып алды. Келесі бөлмедегі қарындасын уайымдап кіргенде оның жоқтығын көріп жүрегі орнына түседі. Кейін қонақ бөлмеден шыққан иіске қарай жүрді. Жаңа ғана қарындасы маман екен деп қуанғаны сол еді. Үйшік ойнап отырып, соның ішінде қалып жан тапсырған қарындасын және оның құрбысын көреді. Айналасындағы сұмдықтарды көре тұра сенгісі келмеген Джек барынша мен ұйқыдан оянсам екен, ұйықтап жатқан болсам екен деп тілейді. Сол мезетте Джектің жанына келген бала сен ұйықтап жатқан жоқсың және өлгің келмесе ұйықтама дейді. Расында ұйқыға кеткендердің барлығы ұйықтағандар еді. Арада 5 күн өткен соң бала мен Джек бірге әрекет етіп тірі қалу үшін өмірмен күресе бастады. Бірін-біріне ұйықтатпайтын дәрі салып, көз ілмеуге тырысып жүрді. Ішетін дәрілерін ішкен соң суға түсіп, серкіп те алды. Бұл екі жігіттің тобына аман қалған тағы 2 қыз қосылады. Әрлі-бері күнде дәрі іше берген соң, бұлардың да денсаулықтары құрып, бастарынан ақау шыға бастады. Жандарындағы бір қыздың галлюцинациясы басталып, өзімен өзі қуды. Джек үшін мұның бәрі не үшін, қалай орын алғанын ойлап та керек емес. Бастысы қазіргі жағдайда тірі қалып жан сақтау. Бұл екеуі әңгімелесіп отырғанда үйдің төменгі қабатынан дауыс шықты. Ұйқылы ояу адамдар жүгіріп келсе, жаңағы ауырып, қуып кеткен қыз ұйқыға кетіп қалыпты. Жігіттер тез арада алғашқы көмектерін көрсетіп, ұйқысынан оятуға тырысады. Алайда осыға дейін ұйықтап кеткендер секілді, бұл қыз да оянбайды. Осы сәттерде екінші аман қалған қыздың біреуі үмітсіздікке бой алдыра бастайды. Оның айтуынша, бастапқыда кофе мен одан соң дәрі-дәрмекпен ұйықтамауға тырыстық, бірақ бәрібір түбінде бұл дәрілер таусылып ұйықтаймыз дейді. Содан соң қыз көлікке отырып кетіп қалады. Ауыздары аңқиып қалған ұлдар қараса, қыз дәрілерді алып кеткен екен. Бұл екеуі көлікке мініп тез арада оның соңынан қуып жетуге тырысады. Рөлді тізгіндеген Джек ұйқыға кетіп қалып жатыр. Оны бала әрлі-бері оятып отыр. Кейін бала көлік рөліне өзі жайғасып басқара бастайды. Бастапқы 1-2 көлікті шайқап алған соң, бой үйреніп, аспаннан көрінген ұшақтың соңына түседі. Ұшақ иесімен кездескенде ішінен шыққан ер адам оларға ұйықтатпайтын дәрі береді. Бұл кісі ұшақ арқылы әр қаланы қарап, ондағы жағдаймен танысып келе жатыр. Ал ендігі осы қалада орналасқан ауруханаға баруды жоспарлап отыр екен. Үшеуі бірігіп ауруханаға жетеді. Ішке кіргенде белгілі болғандай тірі қалғандар мұнда да аз емес екен. Медбикелердің ішінен Элли бұлармен жақсы тіл табысады. Оның айтуынша тірі қалғандардың барлығы сол өлім болған күні түнгі кезекшілікке шыққандар екен. Мұнда келгендері жақсы болғандай бала мен Джек медбикелерден жақсы дәрілерді қабылдайды. Ал ер адам өзінің сөзін айта бастады. Ол осы уақыт бойы өлім болған қалаларды аралап, жағдайды сараптаған. Түнгі өлім жағдайлары негізінен Колорадо штатынан басталған. Кейін эстафета секілді кезек-кезек әр штатқа өтіп, сол аймақтардағы ұйықтаған адамдарды өлтірген. Айтуынша ұйықтап өліп кететін сәттер түнгі 3-тен басталады екен. Оған қоса, штат ауысқан сайын түнгі 3-ке 1-2 минут қосылып тұрады. Яғни, осындай деректерді алу арқылы минутты қосып, жеткі нүкте уақытын табуға болады. Элли үшін бұл ақпараттар аса пайдалы болып көрінбеді, алайда олардың осы ер адамға еруден басқа амалдары жоқ. Аурухана ішінде Элли мен басқа медбикелер осы кісіге еретін болып шешті. Ал Джекпен жүрген бала да жолға шыққалы жатқан топпен кеткісі келеді. Тек Джек қарсыласып тұрғаны болмаса, Джекті көндіруді Элли біледі. Қыздың айтуынша, дәрі-дәрмек анау-мынаумен барған күннің өзінде 15 күнге шыдауға болады. Бірақ одан соң қайтыс боласың. Ал егер бізбен бірге жүрсең, шындыққа жетіп, тірі қалуға мүмкіндік аласың дейді. Осыдан соң барып Джек көнеді. Осылайша бүгінгі сессия соңына жетті. Жалғасын көруді қалайтын болсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Келесіде кездескенше аман сау болайық.